Кеш жарық достар, кеш жарық жайдарман сүйер қауым. Қарағанды қаласында, яғни осындай бір керемет қалада бүгін жайдарманның арнайы жобасы өткелі тұр. Жай ғана жоба емес, ерекше жоба. Өздеріңіз жақсы білесіздер, жайдарман бұл кеше ғана құрылған жоқ. Ширек ғасырдан астам тарихы бар. Біздің әр ойынымыз ол өз алдына тарих, бүгінгі күн тарих демекші. Бұл да ойын, бұл ойында болашақта үлкен тарихтағы ойындардың бірі болып қалмақ. Несімен ерекше? Жалпы Қарағанды қаласындағы жайдарман тарихы бұл үлкен әңгіме. Осы ойында бірнеше ұрпақтар өзара ойын, яғни ойынды қыздыратын болады. Ендеше бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Қымбатты достар, бұл жобаны ұйымдастырған үшін Қарағанды филиалы басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен бүгінгі ойында қандай топтар өнер көрсетеді? Жақсылап тұрып, қошеметтеп қарсы алайық. Қарағанды жайдарман жоғары лигасының 2026 жылғы қатысушылары жас буын құрамасы. Қарағанды жайдарман жоғары лигасының 2012 және 2019 жылғы аралығындағы қатысушылары орта буын құрамасы. Және бүгінгі сайыстың көркін қыздырушы жандар жалпы сахнаға шыққалы сонау 15 жылдан асып кетіпті көпшілігіне. Ортада Қарағанды жайдарман жоғары лигасының тұңғыш қатысушылары, чемпиондары, ардагер жайдарманшылары үлкен буын құрамасы. Әлемде осы үш топты бағалайтын қазір алқасымен таныс болыңыздар. Құрамында Чикаго фастфуд желісінің атқарушы директоры Оралхан Алданыш мырза. Халықаралық республикалық айтыстардың жүлдегері, айтыстың ақтаңгері, жалпы Қарағанды қаласында өтетін жайдарман сайыстарында тұрақты қазір алқасының құрамында жүреді. Ерекше алғыс Қами Дидар Жанатұлы. Айтысты айтыс демейді қазақ, бірлік қалмаса, суырып салмаса. Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің басқарма мүшесі, әлеуметтік мәдени даму жөніндегі проректоры, жайдарман жанашыры, кезінде жайдарман ойнаған Жетпісбаев Нұржан Арғынұлы. Бүгінгі сайысымыздың арнайы қонағы Астана қаласынан келіп отыр. Жайдарманға жақын жандардың бірі Қазақстан Таеквондо Федерациясының бас хатшысы Садықов Арал Әлиұлы. Және қазір алқасының төрағасы, жалпы Қарағандыда КВН, қазақша КВН-нің негізін салған, ұйымдастырған Қазақстан КВН одағының вице-президенті Әбіш Жомарт Сүлейменұлы. Негізі аты затына сай барлық команда қара түсте, жақсылыққа жорик. Жалпы қара деген сөз қазаққа жақын сөз, негізі қара шаңырақ дейді. Ендеше сәттілік. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымызда арнайы қонақтарымыз бар. Жалпы соңғы жылдары
Жайдарман Juniors, бала Жайдарман деген жобалар бар, мектеп командаларына арналған. Сол жерде бірнеше қарағандылық командалар өнер көрсетеді. Осы сайысымыздың арнайы қонақтары 2026 жылғы мектеп лигасының қатысушылары бала буын құрамасы сахнада. Бүгінгі ойыннан бізден ондай қатты жені күтіп қалмаңыздар. Массовка жоқ, жұлдыз жоқ, алттағы жұлдыздарды көріп, өзіміз шокта шықтық сахнаға. Сапалақтамай қал, жоғынан. Қазір музыка қосады, сол кезде сапалақтайсыздар. Бәрінде бір махаббат, тәтті шоколад, бірін жақсы көріп, бірін қызғанат. Біз екеуміз әлі жүрміз көше бойын аралап. Қайдағы махаббат, қайдағы махаббат. Бәрінде бір махаббат, тәтті шоколад, бірін жақсы көріп, бірін қызғанат. Біз екеуміз әлі жүрміз көше бойын аралап. Қайдағы махаббат, қайдағы махаббат. Қыздар, жігіттер, маңызды ойын, түлектер кездесуі, артта тұрған ағалардың барлығы мықты. Ол мықты болса, вышкадан ұшпайды ғой? Қайырлы кеш, Қарағанды! Көйлек гүл сара, ойнағаның қара, шашың тарам, сағынғанда жаман. Көйлек гүл сара. Сіздерге өзімізді қысқаша таныстырып өтейік. Коротко, ясно. Пше, 2 теңге қосқан адам құсамай. Балалар, наларым болмайды сендердің. Бүгінгі ойында бізде халықты таң қалдыру үшін бірдеңе істеу керек. Помнишь, почка в клубе вставали круг посередине сумки твоих подруг. Деньги подадут, но раньше музыка играет этот фейк-фейк, стер на общах, хочется. По идее, можно и познакомиться. Надо вокарачу повыбирать, если на колесах нужно любой сыграть. Ой, қайдасыңдар, тәделер. Жып болсын. Болды, память біт қалды. Қызықты факт, біздің жюрилер миллениал ұрпақтарға жатады екен. Түсінбесеңіздер, айта кетейін. Қазір осылай ұрпақтарды бөліп атау сән. Мысалы, біздер альфа ұрпақтарымыз. Ал 81-96 жылдар аралығында миллениалдар. Ата әжелеріміз бумерлер, оған дейінгілер умерлер. Стандап, тұршорна, өзіміз ойнаймыз. Қолды май сатылады, 6500 теңге. Қайдағы май бұлсаған тиктокта прямой эфир емес қой? Жоқ, мен шын айтамын. Әжем маған айтқан көп халықтың алдында реклама жасайсың деп. Ал менің папам шөп сатады. Сенің папаң шөп сатуды тоқтатпаса бір күн сотталады. Неге сотталады? Не ипларың жоқ, не налог төлемейді, сотталмағанда қайтеді. Жалпы достар, қалай ойлайсыздар? Егерде Гарри Поттер оқиғасы Қазақстанда болса, онда Хогвартс былай аталар еді. Бір көзді Дию атындағы Қазақстан сиқыршылар мен ғажайыптар жалпы білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Тағы бір стендіп шықты. Тұш орна! Айқын, сен осы жаман интригантсың, ә? Біреу мында мелкое хулиганство деді ма? Анасыға күй бала керек емес пе? Сол иман жүзді сыпайлы жігіт іздеп жүреді. Тогда мен 15 үлкітміш. Басым айналып қалды. Башын айналдырып алғансың ғой. Ассалаумағалейкум көке, қалайсыздар? Өлә, 6 жастағы баладан көке деген сөз естимін деп вообще ойламаппын. Шақкерім, қойшы болды.
әділ қазылар алқасында кім отырған білесің бе? Әділ қазылар алқасында Дидар Қамиев ағамыз отыр. Ей, Нұрали, не істеп атсың? Дидар ағай, алсам аузыма түкірем әлі отырмын. Тұршы орында аңырамай. Және әділ қазы алқасында Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің проректоры Нұржан Жетпісбай ағамыз отыр. Ей, Нұрали, Нұржан аға аузына түкіреді деп ойлайсың ба? Дидар ағай, әлі аузыма түкіргенде қой. Қыздар, жігіттер, қойындар. Арттағы ағаларымыздың барлығы мықты. Олардың арасында тамада шоумен Айбат Никулин бар. Мен оларды вообще танымайым да ғой. И вообще маған бәрібір. Еще мен апай попросить етсе ғана келіп тұрмын. Атақта вообще келмеуші едім. Келіп айтатын адаммын ғой мен. Ендеше дәл осына көңіл күймен біз бастаймыз! Өтте өзінше бала Сулифа ойнауда. Шулифа! Сонымен тамашалаймыз құрттардың махаббаты. Жан есейміз үш пісіп кетті ғой. Қой, жылжиғанда. Тамашалаймыз, бұрында бандит болған хан. Ханем, әкелдім. Не істеймін, басын алайын ба? Жо өзім паразам тұрып тасайым ғой. Көреміз қыстың күні ұрлыққа шыққан бала. Мама, балам, мама. Не мынау түрін, мен саған осындай тәрбие бердім ба? Мама. Не мынау күн аязда басында капрон шешме, гамажги. Мама. Сонымен тамашалаймыз 1 наурыз алғыс айту күнін дұрыс түсінбей қалған бала мектепте. Ерсұлтан, тұр сабақ айт. Дайын емеспін, апай. Отыр 2. Рахмет, апай. Қыздар, жігіттер, бүгін орын ала алмай қалатын сияқтымыз. Маған вообще мына жердегі бәріне бәрібір. Вообще болып поклон беремін да кетем. Ендеше сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен мектеп құрамасы. Ертең 18-і. Рахмет, Қарағанды. Мендегі жүрек біреу, ол сен барда мен қалай шаға телесем. Бәрекелді, көп рахмет мектеп құрамасына. Қымбат достар, Жайдарманның осы маусымдағы бас серіктесі Freedom Ticketon кино-концерт спорттық ойындардың билетін енді бір жерден сатып алуға болады. Билет алу бұрын соңды дәл осылай оңай болмаған. Freedom Ticketon билет сататын сервис емес, бұл сізге жарқын әсер сыйлайтын афиша. Енді жарысқа кезек береміз. Ортада биылғы, яғни 2026 жылғы қатысушылар жас буын құрамасы. Қошемет. Қарағанды сахнада шапала қолыңда. Right now, one more time, right now, Size coming back, hello. Төрт-ақ қадам жасадым ғой. Түлектер кездесуі? Жай? На түлектер кездесу болады. Ержан, ол білеміз ғой, Ержан жақсы емес. Жай! Біреуің айтсаңдаршы, түлектер кездесуі? Емес қой, Нұрдәулет, бұл капец қой, қаяқтағы. Өлім ғой мынау. Қарағанды қалай шақты? Ойбай. Кәм парадалле құсап не істеп тұрмыз, Ойбай. Микрофон жетпей тұр ғой сендерге, Ойбай.
кәм командаға тағы 2 адам алсақ, закурильщик деп тұр мен білесіңдер ма? Ойбай, Есен ағаның өзі сыймай тұр ғой мына жерге. Ойбай. Кәм қарудың алдында ғана остановкадағы студенттер ұқсап не істеп түсінесіңдер, Ойбай, бәрін жиналып қапсыңдар ғой. Жұма десе бит жиналмайсыңдар ғой сендер, Ойбай, екеуің екі жақтан екі шайтан құсап не істеп түсіңдер? Құрметті көрермендер, біз бүгінгі ойынға деп мен командаға жаңадан ойыншы алдым. Ойбай, ойыншы алдыңдар ма сендер еще командаға? Ойбай, алдық ойыншы міне. Рамазанды алдық командаға. Баязетті алдық командаға. Әбілмансұрды алдық міне. Гүлден едім ғой. Гүлденді де алып біз командаға. Дәрет алдым. Тазалық секторын алдық командаға. Тазалық секторын алғаннан кейін тырнағымызды алдық міне. Ержан, мынауың ойыншы емес болып қалды ғой? Вот тырнақ астынан кіріздейтіндерді де алдық командаға. Қыздар, жігіттер, түлектер кездесуі, сендер қазір қасында кім отқан көрдіңдер ма? Өзіміздің ағамыз, жастар жанашыры, ардагер жайдарманшы, академик Евне Арслан Букетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінің проректоры. Өзіміздің ағамыз Нұржан Жетіпбай ағамыз келіп отыр. Мұнан қасына металлург дейтінді қоссаң Назарбаев болып кетейін деп тұр ғой, Басына мүйіз қоссаң бұқа болып кетейін деп тұрген ғой, Жанына 2 жігіт жіберсең Музарт болып кетейін деп тұр ғой. Жанына Жанболатты қоссаң Жазира болып кетейін деп тұрген ғой, Ішіне жилетка кигізсең трехбортный костюм шалбар болады ғой. Болмаса бокстас көреміз, көке. На екеуің қосса Дариға мен очу болайын деп тұрген ғой, Жігіттер, қыздар, есіңдер ма, жақында Манчестер Сити мен Реал Мадрид ойында поляға біреу мас евро шығып кеткен ғой. Кім ол? Мастан тоны. Асан, спортивка деш? Спортивка. Куропатка. Айхан, раздеваю тебе догола деш? Раздеваю тебе догола. Қой кет, ет емес. Асан, индивидуальный предприниматель деш? Индивидуальный предприниматель. ИП дейсің ма, ну, қиналмай. Естідіңдер ме? Өткенде референдумға дейін Қазақстан бойынша бүкіл букмекерлік кеңселерге тыйым салынып, ешкім ставка қоя алмапты. Сонда ставканың бәрі референдумда болып тұрған жаңағы, Құрмет ағайын, мына бүгін командаласымыз Айханмен қоштасып жатырық. Мына Айханмен қоштаспас бұрын Айханды ортаға алып суретке түсіп алайық. Бауырым, бекем бол. Ағайын, мына жалпы Айхан қандай адам еді? Лудаман еді ғой, лудаман еді ғой. Туған күннен келатсың ба сен? Не үшін шықтың Асылхан? Біз Айханды алып кетуге келдік. Қайда? Қой, Абивка бар ғой бізде. Еркі айтпақшы, мен кеше бір түс көрдім. Түсінде алыстан атам қол бұлғап шақыр жатыр. Бардың ба енді? Жоқ, желание болған жоқ. Сен кімсің өзі? Анабелмін ғой мен, Аржан. Анабел? Анабелің жарамайды ғой сен. Некеге жейде изменамен салып қалған қатындар құсап неге бағансың үстіңе, Анабел дейтін елес емес пе? Нандай кішкентай ғана кукла ғой. Сен көрініп тұрсың ғой маған. Қарасаң, Аржан, мен битсем көрінбей қалам ғой мен. Егіт бедің тығылсаң көрінбей қалатынсың ба? Жігіттер, қыздар, не істеп жатсыңдар? Әскерден кеп тұрған жоқпын ба? Медальдарыммен ардагер ұқсап. Сендер мына түрлеріңмен аға буынды ұтамайсыңдар. Ұту үшін мақты тактика ойлап келедім ғой мен. Қандай? Бірінші Инстаграмда историясын қарап бастайсың ғой. Сол лайк басасың. Сол саған ответ басады. Сөйтіп сәлем танысайық дейсің, 1-2 күн жазбайды, сөйтіп танысып аласың. Сөйтіп 1-2 апта Инстаграммен сөйлесесің де кездесуге шақырасың ғой. Сосын? Сөйтіп кездескеннен кейін жаңағы мынау сен гүлін, айнадағы мен гүлім дейтін гүлді әперіп жібересің.
сөйтіп 2-3 апта кездесіп жүресің де жоқ болып кетесің ғой. Сөйтіп 2-3 апта жоқ болып жүресің де қайтадан жазасың. Кешірші, мен өзіме не болғанын түсінбей жүрмін дейсің ғой. Не тактика бұл? Каргудың қыздары сындырып алған тактика ғой. Қоямын күшіңді тауыс, сабағыңды дұрыстап оқысаң, мені сыйлық қып әкеледі Санта-Клаус. Бәрін үйрету керек әкеңіз. Бір-екі ал құрметті меймандар, Жетісайдан жаяу, Монғолиядан баяу, Италиядан итпен, Британиядан битпен, Қытайдан китпен, Алжирдан атпен, Ираннан ишекпен, Синакодан сиырмен кіріп, Кореядан коктейль ішіп, Шотландиядан шай ішіп, Голландиядан газировка ішіп, Исламабадан сланцы сатып, арқаның қымызын ішіп. Мужчина, время. Подождите, пожалуйста. Арқаның қымызын ішіп, Қарағандының көмірін жағып, енді міне Бегім ағамыздың сүндет тойына жиналған ағайын. Ассалаумағалейкум Қарағандының арландары. Спасибо, ребята. Енді міне Бегім ағамыздың сүндет тойына жиналған ағайын. Ассалаумағалейкум Қарағандының арландары. Азу қасқыр тарландары, шапалақ соқсаңыздар жақсы болады. Сонда бәрі. Пападар жоқ. Өшірші, тоқташ. Кімсің сен? Мен сендер сияқты жайдарманшылардың болашағымын. Тамада боламын. Аға, сіз сонда тамадасыз ба? Алпыс мыңға шығам. Аға, қараңызшы, алдыңғы буын ағаларымыздың бәрі тамада болып кетті да. Но сонда Қарағандының жас жайдарманшыларын тамадалық күтіп тұр ма аға? Иә, бауырым, сен де тамада боласың болашақта. Аға, мен тамада болғым келмейді. Аға, мен инженер болғым келеді. Мынауың көгілдір ғой. Ал ендеше құрметті меймандар, бұқағада бұқа табылады, бүгін кәргөй жарылады. Басталды дискотека, басың шайқан, нега, басың шайқан, нега. Рахмет, жалғастырамыз. Темекінің сыртына арналған фотосессияда. Келесі, белсізді кіреберсіз. Сонымен көреміз өзінің эмоциясын сақтай алмайтын имам. Енді келесі шарт мақыр кеңе сұрайсыз. Джет, самолет. Әр ортада өзінің қайда сыйып кетіп жүретін білетін томпақ балалар болады. Алдияр қайда? Алдияр кезеш біздің бірге суретке түсейік. Жалғастырамыз. Алданыш, Раши. Әскерден балалар әкеліп бір шутка көрсетіп жіберейінші. Қандай шутка ол? Әскери шутка. Ойнаңдар оны. Әскерді айырған Раши бір шутка. Жігіттер бір шутка ойнап жүрейін. Сонымен тамашалаймыз. Әскерден қашатын барлық айла шарасы таусылған жігіт көшеде. Арнат, тоқта, мен сен сау оламын деймін, Арнат. Арнат, мен сен полиомон сау оламын деймін, Арнат. Арнат! Домик. Сен үйің жоқ, Арнат. Тем более сен көрініп тұрсың, Арнат. Арнат, тоқта! Жігіттер, ойнай бересің? Камені бұзар, Рашидте біз рота қайта береге болғасын. Жалғастырамыз. Тойда антракта дәл осылай ерекшеленіп билейтін қонақтар болады. Қоңырынмен аңдасарым бір өзім, көктен тұра кеткендей ақ нұр жүзім. Кезіктердің қоңырау кеш қоңырда, қоңыр көзде қоңыраттың бір қазады. Алдық! Базик қайда, Базик? Базик қайда? Көшеде наушникпен өлең тыңдап бара жатқанда дәл осылай қиялға ерік беретін балалар болады. Look, if you had... Сонымен көреміз тойдағы нағашылар. Ал құрметті жастар, бақытты болыңдар, ешкім сүйіп қосылмайды, уақыт дегенде сүйісіп кетесіңдер. Енді мынау Алдияр баланың бір дайындаған биі бар еді, көрсетіп жүрсек кәні. Сонымен
көзімізбен көреміз, бас сомбала базарда. Тәте, саламатсыз ба? Үш бұрышты турсый бар ма сізде? Барлығымыз осындай телебағдарламалар көрген шығармыз. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами передача «Пусть говорят». Переводится как? Айта берсін, правильно говоришь, молодой человек. И у нас на сцене первый потерпевший по имени Аркадий. Давайте я просто ему похлопаю вот так здесь просто. Ты вообще кто такой? Ты что на Серегу быкуешь? Здесь ломаю, не таких ломал. Сядь, Аркадий. Нет, я вообще не знаю его. Вот, типок левый какой-то, я прям ошалел. Базару нет, да? Дорогие друзья, мы продолжим. Следующий потерпевший по имени Леха. Леха, а что не здороваешься с мамой? Ну, здравствуй. А погоди, ему жена не разрешила. Не разрешила? Прикольно. Дорогие телезрители, у нас сегодняшняя тема. У нас в гостях Зинаида Ивановна. Его кто-то... Это два человека, поднимайте, насилка, изнасиловал меня. В общем, дағы зорланған. Осы зорланған балалы оқпаған, соның әкесін таппай жатырмыз. Рокси, у вас что-то с Зинаидой было? Почему не было? Было пару раз. Не было такого, не было. А у вас, Алдошка, что-то было? Ну, было пару раз, что-то. Кружок, не было такого. А у вас, Боязид, что-то было? Ну, по-моему, было, я думаю. Зубочистка, не было такого. Вы что, плачете? Нет, у меня астма. Дорогие друзья, а мы продолжим, чтобы узнать пол ребенка. ДНК сараптамасының жауаптары шыққан екен, ортаға Ернияз мырзаны шақырамыз. Зинаида ханымға бүгінгі сіз сараптама... Ой, зубочистка. Дорогие друзья, біз ортаға Зинаида Ивановна ханымның достары бар екен, біз сол кісілерді шақырайықшы ортаға. Вот отцы. Молодцы тогда. Я домой хочу. Рахмет, құрметті көрермендер, ойынымыздың соңында дәл осындай керемет ойынды ұйымдастырып, біздің лиганы қайта қолға алып, жандандырған Бегім Хантөре мырзаға командамыздың атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Және құрметті ағалар, бізден кейін шығатын аға буын. Мына біз жастардың бабымен талассаңыздар да, бағымен таласпаңыздар. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жас буын. Рахмет, Қарағанды. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим рукам. Ты выдыхаешь на меня бухаду мальчика, чтобы я тебя не поцеловал. Ты меня ловишь. Көп рахмет, жас буын құрамасы жалпы қадамдары жаман емес. Былтырғы маусымда, биылғы маусымда Маусымашар фестивалінде ерекше көзге түсіп, бірқатар командалар сәйкесінше лигаларға жолдама алды. Жалпы түлектер кездесуіне көптеген қарағандылық жайдарман сүйер қауым қолдауын көрсетті. Солардың бірі және бірегейі Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіне алғысымызды білдіреміз. Атап айтар болсақ, Нұржан Арғынұлына өз алғысымызды ерекше білдіреміз. Қымбатты достар, бүгін Нұржан мырзаның туған күні, ерекше бір қошеметтеп қойсаңыздар. Жыл сайын 17 наурыз күні белгілеуге сондай бір дәстүрлі болып қалсын, үлкен залдарда өтсін. Және тағы да бізді қолдаған үшін Chicago Fast Food тағамда желісіне
өз алғысымызды білдіреміз. Ал енді ортада сағынып жеткен тағы бір топ бар. Кейбіреулері Жайдарманды қайтадан бастап жатыр, кейбіреуі ұмытып та кетті, кейбіреуін тойда көріп қаласыздар, кейбіреуі кәдімгідей кәсіп бастаған. Жалпы жан жақты ортада 2012-2019 орта буын. Dance jockey, 한국의 유행가 아주 신나게 부르는 나 좋아 이제부터 우리 모두 다 날라리 삐리리 따따라 Hey 엄숙하지 마 나와 춤을 Жайдарман, көрермен, Есен аға, 15 жыл болып сахнаға шықпағалы. Ойнайықшы, бұрынғыдай ойнайықшы. Опа! Опа! Копердіңіздер әдемі? Иә! Каргудыңыздар әдемі? Иә! Бәрібір болашақтыңыздар да жетпейді. Шат! Осылай ойнайықшы. Ойнау керек, заказ ойнау керек. Мұнаға микрофон берінде жұмыт қапты ғой. Ойнау керек, заказ ойнау. Мені таныңыздар ма? По сути, мыналарда ешкім танып тұрған жоқ. Сен баланың атын кім? Сырлыбай. Стерловайт. Сырлыбай. Дұрыс, Стерловайт бар командада. Бар, Стерловайт бар. Керемет ойын қалайсыңдар? Танымадым. Старш мынан. Костюмыңа подсвет еткен. Танымадым. Сен де танымадың. Стерловайт, брат, қалайсың жағдай қалай? Ассалаумағалейкум Есен аға, қош келіп жатсыз. Арқаның даласына, қазақта бар тамаша сөз бар ғой. Қуыс үйден құр шықпа дейді. Өмірімде бірінші рет тірідей көріп тұрмын өзім. Кәдімгідей. Есен аға, енді мына Арқаның азаматтарының атынан ерекше деген керемет бір бренд бар екен. Иығыңызға бір шапан жауып жіберейік. Осы бір сәтті пайдаланып. Қошемет рай, қатыра! Есен аға, дұрыс жағына түсінесіз ғой. Жалғыз өзім қара басымның атынан жауып жатқан шапан емес, ел бар, жұрт бар. Бір фото отчетқа түсіп алайық деген. Фотоға түсіп ал. Түсік фотоға. Бәріміз түсік пе? Түсір. Тоқтат, жігіттер! Қара өзіңе, жақпа қап-қара кие. Сенбе, енді көр қолынан келсе. Маған керек. Рахмет. Сабинаға қарағандай қарап отырыңдар. Жігіттер, Николиндікі дұрыс емес. Неге? Дұрыс емес, қарасаңдар жігіттер. Сол кезде бір жағам ұстадым мен. Невеста шықпаймын деп жатыр дейді. Я говорю, почему? Пускай это С, боғау сөз С, переоденется дейді. Кім ол десе, енесін айтып тұр. Почему она делала белое платье? В этом вечеринке в белом платье только я должна быть дейді. Ничего себе. Представляете, енесі. Дұрыс емес қой, көрдің бе? Несі дұрыс емес? Неге дұрыс емес, Николиндікі? Анау менің тойым, мен қатын туралы айтып отырмын. Сезінейікші, ұрваңыздар, енді қаттырақ жақсы, 15 жыл болды. Мәулет, халыққа да бізге де қызықты, тойдың соңы немен бітті? Не болған нес? Кепіш болды, ұрыс болды, төбелес болды. Мамашаны қуып жібердім, енді қатынмен тұрып жатырмын. Маулет, я не поняла, почему они в белом, только я должна быть белым? Это белое платье, да? Да. Это же ночнушка! Это не белое платье! Почему ты только должна быть белым, ё-моё? Почему? Пусть они снимут. Кто, Алмаз, что ли? Ну, Алмаз, снимай давай. Мәулет, қойсыш. Снимай! Все, ты довольна? Нет, а что он, особенный что ли? Тоже снимут. Ну, это же президент, это Есен Елюкен. Ладно, тот раз мать. Это же Есен Елюкен. Ты достала, ты понимаешь, ты уже вот здесь стоишь вообще. Я с тобой вообще развестись хочу. Иди отсюда. Иди, жердің астына кіріп кетші. Міне еркек, Мәулет, тойында неге осылай істемедің?
Қызықсыз сен ше? Мәулет, шынымен сен мамаңды қуып шығып әйеліңмен тұрып жатсың ба қазір? Иә, иә. Міне ардақта ағайын, ана қадірін түсінетін Мәулетке бір қол соғып қойыңдар. Қолғанат! Орта шапалақ! Ойбай, жігіттер, мен жаңа шахтада келе жатсам, алдымнан ақ көйлек киген, шаш тікірейген бір қатын жүгіріп өтті ғой. Тілім артқа қарай кетіп қала жаздады ғой. Да ану мен қатын сонда кетіп қалдым әлі. Болашақ шахтерлар, қалайсыңдар? Стелла Уайт, қалай жағдай? Мен мына жерге келе жаттым ғой, жаңа сахнаның артынан өтіп келе жатқан кезде мен өзімді шахтер емес, бір археолог сезініп қалдым ғой. Ана жақта небір ескі адамдар жүр ғой. Анау ежелгі палеолит кезіндегі командалар жүр ғой. Кімдер? Политех деген. Аналардың сен темекі шеккенін көрдің ба? Аналарын зажигалка қолданбайды ғой. Әшейін екі тасты бір-біріне ұрып жатыр ғой бүйтіп. Асқанбай! Шахтерлар, жердің астында Масликов қалай? Ей, Даука, құрдастар! Коньяк, білем. Ей, Алмас, Теміртау, ойнап айтам, қашан айтам, жалпы қашан ойнайын деп отырсың сен? Ей, Чекушка кеп жүргем. Ей, Армашка, Балқаш, коньяк. Сексеуілден Ержан, ана сендерде I love you, сексеуіл дегенде, еуіл деген соң құтса қиын болады деп тұр ғой. Ей, денсаулық! Кімге ұқсайды ана? Майысып қалған Максичей болады ғой. Ей! Айса! Дидар! Әруағым-ау, сол әруағым-ау. Стерлі Уайт! Әкем-ау, енді мына балаларды осы жайдарман сахнасында өзіңіз жетектеп әкелдіңіз. Кішкентайынан тайғұлындай өзіңіз қарадыңыз, бақтыңыз, қақтыңыз, оқыттыңыз, тоқтыңыз аға. Осы үшін рахмет. Осындай құншақтай кезінен білесіз ғой. Таныптыз ғой өзі? Тек Стерлі Уайтты таныдым. Не, Заңғар қайда? Заңғар қазір ойнамайды ғой. Заңғар қазір ойнау. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау қопаратын браттар бар. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау шыбықтай қыздар бар. Не тұрсың ау, Что за бардак? Иықтарыңды тақаңдар бір-біріне. Сап түзу болсын. Есін аға шапанды өретші. Міне, таныдық, Заңғарды таныдық. Настроение жоқ вообще. Неге? Ойнамайым мен аларды. Неге, Сәке? Неге? Не болды? Мен танымайым аларды. Ей, қалай танымайсың? Ей! Мен Арман Балқаш кім? Айса, Ержан. Досым, мен Кука. Қалай танымайсың? Мағар микрофон ұстау білмейді ғой. Ей, танымайым мен, ойнамайым мен алармен. Ей, неге ойнамайсың? Мен бұрынғы өміріме қайтқым келмейді. Ей, қой Заңғар. Ей, сен ойнамайым десең, хотя командаға бір пайдаң тигізем. Пайдам тигізем. Не істейсің? Мен сендерге диджей боламын, жігіттер. Жалғастыра беріңдер. Диджей мен. Есіл ана түлектер кездесу дейді, неше түрлі төрттіліктердің бәрін басын қосып жатсыз. Қазылар алқасында қайда біздің кезімізде ойнаған қазылар алқасы қайда? Юрий Гусман қайда? Азамат Мусагалиев қайда? Мирас Құттыбайлар қайда? Береке белдігі, өнеге өрлігі. Залды көтеретінден қой. Қосақ қойындашы осы әнге бір. Қараш, қазылар алқасында біздің әкеміз болған Жөке.
Жүге сіз қазір вице-президенттен алып тастады дейді ғой сізді. Бірақ сіздің кеткеніңіз негізі дұрыс болды. Назарбаевтан кейін ұзақ отырған қазір сіз ғана. Заңғар, ассаламуалейкум. 24 март болсын ба? Той бар еді. Уалейкум ассалам, брат, мен қазір диджей отырым, кейін жауап берейін. Басылып кет жіктер айбеттен. Сәке, қойш, танып бітірейін. Одан кейін міне бүгін Қазылар Алқасында Астанадан Қазақстан Таеквондо Федерациясының бас хатшысы келіп отыр. Осы кісі аралыға қош келдіңіз. Сіз келгелі Қазақстанның таеквондо жақсы дамыды. Қазір бастан тебетіндер көбейді. Негізі бастан тебетіндер көбейген жақсы, чем құлақтан тебетіндерге қарағанда. Одан кейін бізде міне мына кезде отырған міне Чикаго фастфуд, міне Нұржан аға, Хабибозди, Тую. Міне Нұрекең проректор, міне айтыскер ақын Дидар Хамиев отыр. Смок бер, смок лақтыр. Пачка бер. Саңғар. Пачка бер, не? Қумашы, не істедің? Бітірше, нормальный музыка қойсайшы. Нормально отырайын ба? Нормально отырсайшы. Айтпайшы. Оң қанат, сол қанат, орта шапалақ. Давай. मेरा ही जलवा Ал достар, біз бастайық. Рухани ай болғаннан кейін рухани әзілден бастаймыз. Бұрын спецназ болған имам. Осындай өсекке жат болған әйелдер бар. Сабинаға қарап отқандай отырыңдар. Анау білесің ба? Асқанбайдың қызы бар ғой, Қарғуға грантқа түсіпті. Қайбір түстейсің, таныс арқылы малын сатып түсіп кеткен шығар әйтеуір өздері. Анау Арманның қызы бар ғой, Арманның қызы бай крутой жігітке тұрмысқа шығыпты. Қайбір дейсің, алдында шығып жүрген соң залеталқы шығып кеткен шығар олар. Анау кім еді? Анау Михаил Шайдуров пе еді? Сол алтын алыпты Олимпиададан. Қайбір алтын дейсің, турецкий алтын шығар. Рахмет. Құрметті достар, бәріміз фантазияға ерік берейік. Солтүстік Қазақстан, Бурабай, табиғат. Оң жағымызда бұғылар жүгіріп жүр. Сол жағымызда калибри құстары. Артымызда тау. Таудан сылдыраған бұлақтың дауысы. Дәл осындай табиғат, сол табиғатта темекі шегіп тұрған екі жігіт. Базар жоқ бауырмен, бір үштік темекі үшін анау аяққа апарып тастадың ғой сен бізді. Сонымен жалғастырамыз. Эмоцияға қатты берілетін тәте тойда тілек айтуда. Мынау бәріңе рахмет, осы бүгінгі қызық қуаныштарымызға келіп жатқандарыңа. Мына Гүлмира қуат, бәрі тойларың күшті ойдағыдай болып отыр. Мына тамадаларың тойды мал қылып шеретіп жатқан болмаса, бәрі жақсы. Бәрі ойдағыдай болып жатыр. Мына екі үйленіп жатқан екі жас. Ертең қылтың-сылтың дегенді қойыңдар. Отбасы болғаннан кейін ондай болып тұрады. Вообще ондай өкілеуші болмаңдар. Енді осы жерде қуаныш аға болғанда, қуаныш болғанда мүмкін бұл той басқаша болар еді. Осы жерде тұрып қуаныштың сөйлейтін кезі ғой. Қуаныштың осы жерде тұрып сөйлейтін. Қатын. Міне өзі келді, айташы десең. Сонымен елестетеміз, кішкентай ауылдағы учаскелік полиция бөлімшесінде болған оқиға. Да. Алло ағай, менің үйім тонап жатыр. Кім тонап жатыр? Үйімді тонап жатыр деймін. Адрес. Адрес Абая 8А. Абая 8А бара жатырмын. Да. Алло, менің артынан маньяқтар қоқ келе жатыр. Абая 8-ге қарай қашып шығасыз, сонда барам. Сонымен жалғастырамыз. Сабақты қатты беріліп түсіндіретін мұғалім биология сабағында болған оқиға.
Иә, құрметті оқушылар, 38-ші бетте бізде осындай бейнеленген қайрат шалбарымды кие ғой. Енді 48-ші бетті атамыз. Рахмет. Сонымен елестетеміз қорқақ батыр. Ойбай! Қане, мама! Ойбай! Не болды? Ан жақта жоңғарлар деген қаптап жүр. Жоңғарлар Қаптап жүрсе, мен сені батыр деп жіберген жоқпын ба? Мен бүгін батыр. Елді қорға, жерді қорға деп. Бүгін болмай қойшы. Мен сені кеше ғана сайладым ғой, номері бірінші. Номері дейін батыр деп. Бар, елді қорға бар. Кет бар. Қане, бармай қойшы. Бар, елді қорға. Ойбай! Не болды тағы да? Мама, қанем, ойбай! Жоңғарлар ан жақта аттырып. Батыр айналайын, саған оң қолыңа қылыш, сол қолыңа найза, астың ат берген жоқпын ба? Оның бәрі тік тұтадым ғой, қанем мен. Қорға бар елді. Қанем, бүгін бармай. Қорға дейін бар елді. Қорғамай қойшы деп, қанем, қорғамай қой. Ойбай, мама! Мама! Ойбай, қанем. Мен бармайым, қанем. Сенің жылдың үздік батыр деген атағың қайда? Жоқ, қанем, бүгін бармай қойшы деп. Бар дейін елді қорға бар. Жындыген қолға кеп тұр. Соңғы қанын тамғанша бар. Елді қорға. Шабылдама! Қызғай осылар. Осы атақ бермесең тағы ренжиді тағы. Қанем, батырың ерледі. Қара. Қайда? Бергелі! Құрметті көрермендер, құрметті әділ қазылар алқасы, мына біздің команданың балалардың жүздеріне, түрлеріне қарап, біраз жабылмаған гештальтты көруге болады. Біздің жабылмаған гештальтымыз, ол әрине Есен ағаның жанында жайдарман ойнау. Деп айтпайсыңдар ма, мен жылда ойнап жүрмін ғой, құрсын? Бәрекелді, дұрыс айтасың, құрметті көрермендер. Кешіресіздер, шіріп кетті бала, шіріп кетті. Молодец. Ал, құрметті қарағандылықтар, біз қоштаспаймыз сіздермен. Дұрыстап айт, дұрыстап текстін ұмытпа, шатаспай айт. Келесі кезін. Денсаулық дұрыстап. Иә. Дұрыс айтасыңдар. Алды болма, көз тиеді, арты болма, сөз тиеді, ортасында ойнап күлді. Жүре бер деген тамаша бір тілекті жанымызға тиек еткен орта буын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Көп рахмет, орта буын әлі формада сағынып ойнағандар көрініп тұр. Бүгінгі сайысқа қолдау көрсеткен үшін Береке мейрамханасының басшылығына алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар Мұстапа бренд дүкендер желісінің қызметкерлеріне алғысымызды білдіреміз және басшысы Асқар Қанатұлына. Және Freedom Ticketon бұл жарқын әсер афишасы, Freedom Super App қосымшасын жүктеңізде қызықтан қапы қалмаңыз. Және бүгінгі сайысты аяқтайтын үлкен буын қарсы алыңыздар. Өзіңмен қалсам кезегі ғажайып бір күй туатын, екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да
сөз табу қиын мұндайда, айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіреп, жарқ ете қалған кезімде, кетеді жаным елжіреп. Бұл әнді тыңдаған біздің замандас миллениалдарымыз көздеріне жас алып, зумер ұрпақ бұл қандай ән деп, Омега Бун, бұлар кімдер? Сахнаға не үшін шықты? Жалпы бұл өмірді не істеп жүрсіз деп ойлап жатқан шығарсыздар. Араға 20 жыл салып, Қарағанды құрамасы қайта келді. Ендеше ассалаумағалейкум Қарағанды! Естілмейді! Қарғу! Қырық жастағылар Әйгерім Қалаубаева, Сырым Исабаев, Қайран Тутековтердің ізімен араға жыл сала сахнаға қайта оралдық. Камбэк, рас. Бірақ енді ең қызығы олардың ақшасы біткеннен кейін сахнаға шықты. Ал біз жігіттер ақшамыз пайда болғаннан кейін шықты. Біз олар сияқты ота жасасып, бір жерімізді өзгертіп, немесе ботекс жасатқан жоқпыз. Бізде бәрі шынайы. Бұл ұсқынсыздық, табиғи ұсқынсыздық деп аталады. Жалпы жігіттер өзіміз таныстырған жөн болады негізі бар ғой. Өте дұрыс, әрине. Баяғыда біз КВН ойнаған кезде, қазір залда отырғанның ең үлкені эмбрион, кішкентайлар ұрық еді ғой. Бізді сонда не? Танымай ма не? Жоқ, танымағанда Назарбаевтың өзі құжатын көрсетіп, таныдың ба деп атқанда, ол кісінің қасында біз құят болатын сияқты ғой енді. Жігіттер, мына зал сендерді танымаса танымайтын шығар. Бірақ мені мына жарты зал танитынына мен сенімдімін. Жарты залдың билетін туысқандарына сатып мақтанған адам бірінші рет көріп тұрмын. Жігіттер қазір Қазақстанда футбол клубқа кәрі легионер жұлдызды алу мода болып жатыр. Бізде трендтен қалмайық деп, рұқсат болса алдарыңызда. Бізде жалғыз кәрі единственный жұлдызымызды алдыртамыз деп шештік. Ол келмейді. Неге? Америкада. Америка не Дубай, келу оңай. Ей, біреу мына жақта Сан-Франциско деп жатыр ма? So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One taste of what I got. I'll have you spending all your got. Кімді көріп тұрмын мен? Кімді көріп тұрмын? Жігіттер айтшы өріндеш кімді көріп тұрмын? 40-тан кейін менде склероз. Енді ол ең бірінші Есен Елеукен. Есен, Қарағандыға қош келдім. Көрмегелі көп болды. Енді сіз мені көріп жүрсіз ғой? Мен сізді көрмегелі көп болды. Еш өзгермегенсіз. Америка көрмегенсіз. Мынау өзін өсірген бастықпен қалай сөйлесіп тұрсың? Бұл Қарағанды, бұл жақта ондай болады. Мәссаған, мына сөзіңді Сапиев естімесін. Сапиев емес, зам естімесін. Вообще қорқынышты ол. Оның рас. Жігіттер. Оның бәрін қойындар, жігіттер. 15 жыл өтті. Құдайға шүкір, өзгерістер, биік белестерді бағындырып жатырмыз. Рас. Үй алып жатырмыз. Рас. Машина алдық, бизнес аштық, фазенді аштық. Қуан дейтін гостиницті аштық. Жігіттер, мен өз жағдайында айтып шаршап кеттім, сендерді айтып тұрсаңдаршы өздерінікін. Болмай бара жатса, дым болмағанда. Өтірік ұрып айта беріңдер. Ауыз ашып алдыңдар ғой, болады ондай. Жігіттер, тоқтаңдаршы. Сен не болды, жалғыз өзің кеше хет-трик жасаған Вальверді ұқсап?
Сен не болып? Өтпейді деп айттым ғой мен саған. Сен не болып жұлдыз боласың, а? Не, екінші әйеліміз толқап па едің жылдыз болатындай? Әлде жылқышыбайға барып жылап па едің? Тойда бәрі жұлдыз бола алады, олай жұлдыз болмай-ақ қой. Кім, есімің кім еді сен? Есімің кім? Қайрат. Мадияр. Кеше сен случайно KFC жеген жоқсың ба? Жоқ, а чё? Неге онда артын ашып тұр? Менің жұлдыздығымды көре алмай жатсыңдар. Жігіттер, жұлдыз, танымалдық, ақша көп сендерге пайда бермейді, невыгодно. Жігіттер, одан да мына ерде жастар сияқты жандырып ойнайықшы. Банядағыдай ғой, бірден, банядағыдай ғой, е? Банядағындай, бірақ үш төбенкіндей емес. Дұрыс. Толық емессіңдер ғой. Толық демекші, біздің құрамдағы единственный кәрі үлкеніміз Нұрбақыт қайда? Братан, сен естімедің ба не? Мен білгем. Кез келген түлектер кеші біреуді еске алумен басталатын білгем. Құдай сақтасын, ол тірі? Әні, өзі де келе жатыр. Ты чё, попутал, что ли? Я всю жизнь был мужиком, остаюсь мужиком. За мной хвостов нету. Никогда гадский-блядский за мной не имелся. Фуфлыжник бубландоном никто меня называть не может. Любому, прямо любому могу обосновать, кто он, что он. Поэтому, бауырым, много на себя не бери. Много на себя не бери. Много на себя не бери. Тұра тұрыңдар. 20 жыл сахнаға шыққан жоқ. Әрине. Қазір беріп жатыр. Боп тұрады. Приземлись, оставь небо птицам. Оставь небо птицам. Рожденным ползать, летать не дано. Пойдем пока, а так-то. Сен сөзің бар ғой шерде. Брат, сен әлі майқұстан көшпегенсің ба не? Жігіттер, мен бұл ойынға сәл өкпелімін. Мына ойынның ұйымдастырушысы кім? Не болды? Мына афишаны қараңдаршы. Не болды? Менің фотомды аруақтар сияқты қойып қойыпсыңдар қойған жерге. Мен сендерге болашақтарыңа мұнарланып қарап тұрған адам сияқты болып тұрмын қойған жерде. Брат, бұны ұйымдастырып жатқан жастарға 91-дің өзі кәрі, 81 жылғы сен өліп қалды деп ойлаған шығар олар. Сценарийларыңмен де келіспеймін. Не болып қалды? Мен көше көрген жігітпін, айналайындар. Айналайындар, мен мынаны кимеймін. Неге? Біріншіден, это не по понятиям. Екіншіден, мынау симайды маған. Брат, енді жастарша ойнау керекпіз ғой біз. Жастар болғанда жастарға айтар назым бар. Бұрын біз жас кезімізде көшеде жүргенде домашний анау адувандарды қазір краш дейді, косякты кринж дейді. Ал ана наркомандарды закладчик дейді. Менімен жасты құрдас қатындарымды милфа дейді. Бұл мен мұның орнын айырбастап тастап, ема дейді, ол не деген сөз тағы. Брат, сен что-то қатты абьюзер болып баратсың, брат. Нұреке, бара-бара ред флаг боласың. Брат, мынауын стрём. Брат, ты нуб. Тоқтаңдар, жігіттер, сендер де сондай болып кеткенсіңдер ме? Естерің жиыңдар, нормальный жігіттер едіңдер ғой. Араларыңда Құрманғазы бауырым жоқ қой. Қаймана қазақтың өнерін төрге сүйреп жүрген алпамсадай азамат. Бір туар бауырым мені сыйласа, мені қолдаса, сол бауырым қолдайды. Құрманғазы бауырымды ду қол шапалақпен шақырып алайықшы. Құрманғазы! Қыздар нарахаты, балдар нарахаты, мен нарахаты, қыздар нарахаты, балдар нарахаты, мен нарахаты, қыздар нарахаты, балдар нарахаты,
Пепе, Пепешне, Пепе, Кокошне, Пепешне, Нұрбақыт Пепе. Ма, не болған саған, Құрманғазы? Мынауың не, Құрманғазы, не болды? Мұндай емес едің ғой. Пепе, достым, түсінші, это не свинка Пепе, это лягушонок Пепе, түсініп тұрсың ба? Не болғансың? Достым, мен өз таңдауымды жасадым. Түсінесің ба? Қазір тренд деген бар. Қазір движ деген бар. Осының бәрі менде Пепе. Түсін, кеше жігіттермен жиналдық. Бәріміз референдум жасадық. Мыналардың бәрі тура осы образға Пепе. Дауыс берді Пепе. 88% осы дауысты жинап, мен осы образбен шықтым Пепе. Дұрыс. Сол референдумға мен неге қатыспадым? О жерге тек таңдауларды ғана шақырады. Қолдаушыларды ғана шақырады, түсінесің ба? Дұрыс айтады. Бұл жастарский стиль. Тренд. Трендтен қалмау керек. Біз темада болу керекпіз. TikTok, Instagram билеу керекпіз. Жігіттер, өздері ойнай беріңдер. Мені билеу деген маған ұят болады. Братан, білесің бе, билегендер қанша ақша тауып жатыр? Мені. Көше көрген жігіттер, мені кешіресіңдер. Я не виноват. Меня заставили. Я пьяный молодой, бары как домой. Брат! Осы қоймаған керек. Білгем сені ақшаға сылатылатынды, брат. Мені осы жігіттер, мені осы шақ, мені 20 жыл, бәрін есімізде 20 жыл өтті. Не өзгерді? Енді 20 жылдың ішінде талай зат өзгерді қарағандар. Шынымен, мысалға қарап тұрсақ, мысалы Айбат екеуміздің оқыған МГТУ университеті бар ғой? Сол жабылып қалды. Жабылып қалды? Жабылып қалды. Мирас екеуміз оқыған Қонаев университеті бар ма? Жабылып қалды. Мен оқыған Московский университет, ол да жабылып қалған. Мен оқыған Крупный жабылып қалған ғой. Бейбіт? Жігіттер, жабылмайтын университетте оқу керек еді. Мен Каргуде оқыдым. Каргудың жағдайы жаман емес. Каргу қазір мемлекеттік емес, ұлттық зерттеу университеті. Ертең балам айтып жүрім, кезінде Каргуд жолатқам деп. Жігіттер, мұна Қарағандының қасында, тура Қарағандыда жаңадан қонақ үй ашылыпты ғой. Қуан деген қонақ үй. Он жай айттың ба? Айту керек болып тұр. Брат, айту керек болып тұр. Айта бер, жалғастыр. Солай болу керек. Енді солай болу керек болса, мына жігіттер, шынымен ескі уақытта еске алып жатырмыз ғой, мына баяғыда 20 жыл бұрын естеріңде ме, бір медакадемия қызына ғашық болып, сонымен жүріп едім ғой. Естеріңде ғой? Вот сол қыз биыл дипломын алыпты ғой. Құтты болсын. Дипломын алыпты. Жігіттер, шынымен қарап отырсақ, мына ақсақал болып шықтық. Соңымыздан ерген бауырларға бір ақыл ретінде, бір аға ретінде бір айтпаймыз, Нұреке өзі үлкен ретінде бір айтшы бір ақыл. Нұреке, давай. Ал мен жастарға не айтам? Дайын болыңдар. Я хочу сказать. Bong diggy 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 bong diggy bong. Яғни Нұреке ондай болмандар деп жатыр. Болмандар деп жатыр Нұреке. Пепе через шнейна видит Пепе в шнейна фа. Сунул Пепе руку в шнейна, Пепе шнейна ватафа. Калинка, калинка, калинка моя. Пепе ягодка маленька, Пепе шнейна ватафа. Көбісі түсінбеуі мүмкін, но біз үшін жиза. Урологқа алғаш барып тұрған жігіттер. Арамызда қалсын, жігіттер. Арамызда қалсын, арамызда қалсын. Арамызда қалсын, арамызда, жігіттер, арамызда. Ехал Пепе через шнейна видит. Тұра тұш. Жігіттер, жиналыңдаршы берға, жиналыңдаршы тесізден. Жігіттер, жиналыңдаршы. Не оқылды? Қарандаршы, кез келген әншілер сахнаға сағындырып шыққаннан кейін ол әншілер не дейді, не істейді? Сағындырған әндерін орындайды. Келісесіңдер ма? Келісеміз, дұрыс. Бізді де мына
көрермен сағынып келіп отқаннан кейін неге бізге сағындырған кезіндегі әзілдеріміз ойнамасқа? Неге ойнамасқа? Ностальгия болсын да. Давай. Кім еді? Кім? Аппақбет. Пепе. Пепе мет? Шнеге мет? Давай, хабарлаш. Қазір 2026 жылқы жылы. Сонымен тамашалайық жылқылардың махаббаты. It's my life. Мына ойын бітті. Екі қарғудың қызы әңгіме айту үстінде. Ляска! Ой, кешірім сайына жерде тұр екенсің ғой. Ляска! Жаным! Мощниковый мотор, Ляска. Жынтыковый мотор. Мен вообще ойлаған жоқпын, каргоға есен елу кен өзі келеді деп. Астанадан келіп тұр, қарашы. Такой стильный, молодой. Кожасын қарашы, молодого негра кожа. Қара, ол маған қарап тұр. Ол маған қарап тұр. Дура сен қай жеріне қарайды, маған қарап тұр. Уродка саған қай жерге қарайды, маған қарап тұр. Маған қарап тұр. Ладно, оны қойш, білесің ба, каргуға новый проректор келді ғой, Нұржан Жетпісбай деген. Иә. Фул, саған қарап тұр. Саған қарап тұр. Саған қарап тұр. Жігіттер. Негізі ана ескі әзілдің аты ескі әзіл, иә? 20 жыл деген қызық. Мына 20 минут ойынымыз 20 жыл сияқты өтті де кетті. Оның рас. Осыдан 20 жыл бұрын полицейскийлардан қашып жүретін едім. Қазір айтымнан қашып жүрмін ғой. Анау 20 жыл демекші баяғыда бойдақ кез ғой. Анау арағы жоқ болса сол жерге барым келмейтін. Қазір арағы бар жерге вообще барым келмейді. Сен де халал тойға өттің бе не? Жоқ, брат, бұл ораза болғаннан кейін ғана ғой, пока ораза болғаннан. А так негізі екі тілді той басқарам, там адамын. Жігіттер, 20 жыл бұрын мен әкемді тыңдамайтын едім. Қазір баламды да тыңдамаймын. Мұна бала демекші, менің ұлым қазір осы залда отыр. Мұна менің образымды көріп, ұялып отырған шығар. Балам, ұялма, мен бұрын бұдан да хушысын ойнағам. Мен 20 жыл бұрын 110 килограмм болатын. Қазір 110 килограмм өзгермеппін. Жалпы таңертең тұрған кезде қақырынып, жөтеліп, жуынатын папа өзіміз болдық. Туысқандар чатына видео жібере бастадық. Жер үй алып, тауық асырағым кеп жүр. Қартая бастадық қой деймін, Мүмкін. Жігіттер, шынымен де арада 20 жыл өтіпті. Көп зат өзгерген, құрметті көрермендер. Шынымен де жігіттер сөзін ұмыт қалып жатса, бір жерде нестыковкалар болып жатса, айыпқа бұйымаңыздар. Біздің прайм кезіміз өтіп кеткен. Жігіттер формада емес. Барша шынымен де дайындалып, сіздерге барша күлкі сыйлағымыз келді шынымен де. Біз досым, жаныма жақын досым, қуанып жүрем іштей, бәйгал сағың досым. О менің нардай досым, тұлғасы таудай досым, жүргейсің алда дәйім, көшіңнен қалмай досым. О менің асыл досым, жасашы ғасыр досым, тағыңды айданда сұр досым. Рахмет. Құрметті көрермендер, құрметті қарағандылықтар, біз білеміз, заманында КВН-ді тастап кетті, КВН-ді қуып жалғауға болатын еді. Каждыйымыз қазір шыны керек, әркім әр семьяның папасы, біреу жұмыста, осы уақыт тауып жиналғанымыздың өзі біз үшін үлкен жеңіс. 20 жыл бұрын біз қандай едік? 20 жыл бұрын өмір қандай еді? Қазір конституцияны өзгеріп кеткен ғой жігіттер. Өзгермеген бірақ дүние бар. Ол КВН-ге деген махаббат, көрерменге деген құрмет және
достыққа деген адалдық. Жиырма жылдан кейін тағы да көріскенше. Рахмет, Қарағанды. 20 жылдан кейін тағы да көрісеміз. Ол кездермен болмайды. Көп рахмет. Мың алғыс командаға. 25 жылдық қазақша КВН-нің тарихында бірнеше ойындар болды. Осы соңғы шыққан топпен қаншама ойындарды бірге өткіздік. Әрқайсының өзінің бір ерекше кездері болған. Осындай бас қосқанымыз үшін көп-көп рахмет. Жайдарманның осы маусымдағы бас серіктесі Freedom Ticketon кино, концерт, спорттық ойындардың билетін енді бір жерден сатып алуға болады. Билет алу бұрын соңды дәл осылай оңай болмаған. Freedom Ticketon билет сататын сервис емес, бұл сізге жарқын әсер сыйлайтын афиша. Бүгінгі сайысқа қолдау көрсеткен барлық демеушілерге алғыс білдіреміз. Chicago Fast Food, Береке мейрамханасы, Мұстапа бренд, сонымен қатар осы сайысқа қолдау көрсеткен Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті басқармасына. Командалар, сахнаға. Құрметті қаздар алқасы, шешім шығара берсеңіздер болады. Қазақстан КВН одағы қазақша КВН жайдарман сайыстарының 25 жылдығына орай осындай мерекелік медальдар шығарғанбыз. Кезінде қазақша КВН Қарағанды қаласында сонау 2001-2002 жылдары бастауын алған. Ол кезде бізде Нұржан деген азамат болды, өмірден өтіп кетті. Сол кезде Нұржанмен қатар осы ойында бір ерекше жолға салған, талай қызықты оқиғалардың куәсі болған бұл мерекелік медальді Нұрбақытқа табыстаймын. Шамалы уақыт өткен соң Жөкең Қарағанды қаласына келді. Сол кезде Жөкеңмен бірге осы филиалды басқарып, әкімгерлік жұмыспен айналысып, Қарағанды құрамасының құрылуына үлкен септігін тигізген Диасты марапаттаймыз. Өзде қазақша КВН ойнады. Одан кейін бірнеше қызметте жүргенде жайдарманға үлкен қолдауын көрсетті. Бүгінгі сайысқа да үлкен қолдауын көрсетіп жүр. Әрқашан жайдарманның өзіндік бастамаларына тек оң баға беріп бізді қолдап жүретін бүгінгі туған күн иесі Нұржан Жетпісбаевты марапаттаймыз. Қымбатты достар, сонымен қатар тек ұйымдастырушы қатысушылар емес, жайдарманның өзінің үздік түлектері бар. Енді бағана айтып өттім, қатты бір ойнаған есімде жоқ, бірақ қазіргі таңда үлкен жобаларда жүреді, көптеген қайырымдылық жобаларда белсенді жүреді. Айбатты марапаттаймыз. Айбат Никулин. Түлектер кездесуі, көптеген командалар 20 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін бас қосып жатыр. Жалпы бүгінгі іс-шараның осылай өтуі де бір үлкен жақсы бір дүние деп қабылдайық. Ойын туралы қаздар алқасының пікірін білейік. Нұржан Жетпісбаев.
өзінің туған күнде ойын жасады деген ол да бір жақсы дүние. Ал. Қайырлы кеш, құрметті достар, қымбатты командалар, құрметті Есаға, баршаларыңызды бүгінгі түлектер кездесуіне көргеніме қуаныштымын. Шынымен өте қызықты, қарқынды ойын болды. Біздің оқу орнымызда осындай ойынды, үлкен ойынды алып келгеніңізге көп рахмет. Жігіттерді көргеніме қуаныштымын. Біраз жылдар, біраз уақыт өтсе де, әлде біраз бабында екен, біраз жастармен иық тіресе ойнауға болады екен. Мереке құтты болсын, алдағы келе жатқан мереке құтты болсын. Баршаларыңызды көргеніме қуаныштымын. Жайдарман жасасын. Рахмет. Арал Алиұлы. Қайырлы кеш, құрметті жайдарман сүйер қауым, құрметті қарағандылықтар, құрметті командалар. Барлықтарыңызбен жүздескеніме қуаныштымын. Сөздің шыны керек, Қарағанды жастары елімізде белсенді, талантты жастар болып табылады. Бүгінгі ойын оған бір дәлел деп санаймын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, өте сапалы, әдемі ойын болды. Жаңа мен өз басым командаларға айтып кететін, кіші буыннан бастап үлкен буынға дейін динамикалық өсіп әдемі болды. Жаңағы соңғы кода дейма, праймда емеспіз, формада емеспіз дейді. Мен сөздің шыны керек, өзім жайдарманға алыс адам емеспін. 2006 жылдан бастап жанкүйер болып, сіздерді көріп өскен баламын. Сол себепті қазіргі бүгінгі ойында да жаңа үлкен буынды сіздер праймдасыздар, сіздер праймды басқарып отырсыздар. Өте әдемі ойын болды. Есаға, сізге үлкен рахмет шақырғаныңызға. Осы сәтті пайдалана отырып, енді біз Таеквондо Федерацияның өкілі ретінде бізде де жақсы жаңалық болайын деп тұр. 27 жылы тарихта бірінші рет Таеквондо қауымдастығы әлем чемпионатын өткізеді. Соған барлық жайдарман жанкүйерлерін, командаларын қолдауды шақырамын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Көп рахмет. Алданыш Оралхан. Барлықтарыңызға кеш жарық, командаларға рахмет, сәттілік. Араларыңызда бірінші рет болып тұрғанымызға өте қуаныштымыз. Фастфуд, Чикаго фастфуд желісі. Сіздер бізбен бірге болсаңыздар, біз сіздермен әрдайым біргеміз. Рахмет барлықтарыңызға. Таеквондоға барамыз, Чикаго фастфудқа барамыз. Айтысқа барайық. Дидар Хамиев. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ораза қабыл болсын. Бүгінгі керемет ойынның куәсі болдық. Жаңа жастарда шанс бар ма деп сұрақ қойып жатыр ғой. Жастарда шанс та бар, шабыс та бар екен. Басқаларында таныс бар шығар. Мынау орта буынның да ойыны жақсы ұнады. Енді көңілімізден шығып жатыр. Одан кейін мына кәрі буын, қандай буын еді? Кәрі. Үлкен буын, иә. Динозаврды көргендер. Бұлар енді бәрі менің қатарларым ғой. Қатар, бірақ тең емес дегендей. Бұл жаңағы үлкен буынның әзілдерін емес, қателесіп қалғанына қатты күліп жатырмыз. Енді жаңағы айтып жатыр ғой, прайм кезі емес деп, сонысымен қызық шығар. Сондықтан да жалпы ойын жақсы болды. Енді 30 күн бойы кішкене мынандай қатты күлмей жүрдік қой енді. Бүгін бір жадырап қалдық. Сондықтан да ойынға рахмет, керемет ойын болды. Тілік бүгін Реалға жеңіс. Ал Жөке, осы балаларды кезінде 25 жыл бұрын ба, 26 жыл бұрын басталды ғой бұл енді жоба. Талай жезқазғаннан келдік, талай Қостанайға бардық, араламаған жеріміз жоқ, бәрі көз алдымызда өтті. Бір тарихқа кішкене көз жүгіртіп жіберсек. 27 жыл болды. 99 жылы бастаған болатымыз ең алғаш. Енді бұл командалардан да 1-2 жыл ерте бастаған команда бар. Және оның да өкілі арамызда отыр. 8 сері бір пері деген команда болатым. Берік Бошқалақ деген. Әлі формада. 99 жылы бастаған болатын. Ең үлкен осы қойдым Берік Бошқалақ. Ал енді бүгінгі ойыннан бұрын тарихқа бір көз жүгіртетін ойын болды.
қарап отырып кезіндегі сахнаның артында бірін-бірімен амандаспай, бірін-бірін жекпе-жекке шақырып, бірі-бірін конкурент көріп, бір-бірлерімен сөйлеспей кеткен жігіттер бүгін құшақтасып тұрған кезде ой заман-ай дейсің. Ол уақыт солай болатын. Жекпе-жектер болатын. Әр ойынға, әр жүлдеге талас болатын. Әділқазылар алқасын алып шығып сөйлесетін кездерде болатын. Баяғыдай арамызда, қазіргідей арамызда таеквондоның өкілдері жоқ. Кілең акиматтың, ішкі саясаттың адамдар отыратын ол уақытта. Сонда өзіміз қалып қоятынбыз. Бүкіліне жауап беретін. Сол кезеңдердің барлығынан өттік. Жақсы кездеміз, Құдай шүкір. Ел аман, жұрт тыныш. Жігіттер, жас буын, кіші буын. Бет алыстарын өте жақсы байқап келе жатырмыз ғой. Қазірге жас буын өте салмақты, ой айта алатын. Сіздердің жолдарыңызды жақсы жалғай алған. Биыл жалпы жақсы, соңғы бір 2 жыл шынымен де осы бегімнің айналасында жақсы серпін беріп келе жатқан жастар көп. Яғни биік белестерді бағындырасыңдар деп ойлаймын. Адам бақытты болу үшін барды бағалау керек дейді. Сондықтан да барларыңыз, алдарыңыздағы ағаларыңыздың қадірін біліп, соларды құрметтей алсаңыздар, сіздердің де бақыттарыңыз ашылады деп ойлаймын. Орта буын не жас емес, не кәрі емес, әйтеуір өздері де білмейді, екі ортада жүр. Бір рет ойнағысы келіп қалады, ойынға барса келген жастардың арасында орындарын таба алмай қалады. Жастардың ойнамайын десе қайттан сахнағасы келеді, осындай бір кезеңде өмір сүріп жатсыңдар, бірақ әлі де кезінде орындалмаған армандар, алынбаған белестер, асуларды бағындырамыз деп биыл қайтадан сахна төріне келіп, жоғары лигаға барып жатқан қадамдарына сәттілік. Әрқайсылардың өздерінің орындарын бар, дәлелдеп келе жатсыңдар, әлі де дәлелдейтін шанстарын жеткілікті. Ал енді көз көргендер, көз көрген үлкен буын, сіздермен біз бұл Қарағанды қаласын тарихын бастаған болатынбыз. Нұрбақыт деген жігіт, мен Қарағандыға келген кезде ошақта спорт школаның белді мүшесі, КВНщиктардың бүкілін көшеге алып шығып, біраз әңгіме айтып жүрген жігіт. Содан кейін қазақша КВНді бұл жігітке түсіндіріп, бұл өзіміздің қазақтың жігіттері, бұларға тиіспе, қайта арамызға кел деп шақырып алып, КВН бастатқан азамат болатын. Бірақ сол Нұрбақыттың арқасында мойындау керек, кезінде жайдарманшылардың барлығына біраз демеу болған азамат болатын, орны бөлек. Бұл жайдармандағы ең басты құндылық не білесіңдер ме? Бұл жайдармандағы ең басты құндылық бұл адалдық. Адалдық. Егер адалдық деген дүние болмайтын болса, бұл азаматтар бүгін сахнада болмас еді. Бұл ойынға деген адалдық, бұл достыққа деген адалдық, жаңа өздерін айтып кетсіңдер. Жалпы өнерге деген адалдық деп осыны айтуға болатын шығар. Уақыт бөліңдер, ораза уақытына қарамай дайындық жүргізіңдер, және де халыққа бір сәт болсын жақсы көңіл күй сыйлайық деген үмітпен өздерінде келдіңдер, үміттерін ақталып жатыр, халық сендерді қабылдады. 20 жылдан кейін болса да қабылдап жатыр, әзілдеріне күліп жатыр. Біз де бір серпіліп қалдық. Есағаны көргенімізге қуаныштымыз. Енді 30 жылда, 25 жылда біраз дүниелер өзгеріп жатыр ғой. Университеттер жабылып жатыр, деп жатыр, жақсы әзілдер болды. Өзгермей жатқан бір дүние, бұл өзгермей жатқан біздің Есағамен қарым-қатынасымыз, жайдарманға деген махаббатымыз. Және де бұл жайдарман болмайды, егер оны қолдайтын азаматтар болмаса, айналамызда, қасымызда жүрген Нұржан бауырымызға бүгінгі туған күнімен құттықтай отырып, ризашылығымызды білдіреміз. Жаңадан азаматтар қасымызға келіп жатыр, Дидар бауырымыз үнемі айналамызда. Осындай азаматтардың арқасында жайдарман алдыға жылжып келе жатыр. Көптеген жобалар болған. Соның ішіндегі жастар жобалардың ішіндегі өміршеңдігі осы жайдарман болып келе жатыр. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ұрпақ жалғастығын тауып келген жобалардың бірі. Өміршең болсын, болашақ жарқын болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Және тағы бір алғыс, ол жайдарманның адал көрермендері. Сіздерге де мың алғыс. Олай болса, бүгінгі түлектер кездесуінің бас жүлдесі
үлкен буын. Қымбаттыңыздар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдары сайыстанда жолыққанша аман сау болыңыздар. Рахмет Жайдарман, рахмет Қарағанды. Қымбатты достар, бір сәт. Құрметті көрермендер, құрметті әділқазылар, патша көңілдеріңізге Алла разы болсын. Керемет қауышу болды, қаншама еске түсіріп, алды көпті КВН-ның тарихына тоқталып жатырмыз. Мұна енді ұрпақтар сабақтастығы болсын. Біз мұна алған кубогымызды, осы жеңімпаздық кубогымызды ұрпақтар сабақтастығы деп мектеп лигасына ағаларынан ескерткіш болсын деп тапсыруға рұқсат етіңіздер. Жаңа өнер көрсеткен мектеп оқушылар мектеп лигасы бүгінгі ойынның чемпиондары. Қара, ертең сен осындай боласың. Рахмет. Ұнан папасы жоқ па, кубоктан кішкентай ғой? А жоқ, папасы жоқ болса немене, бір не болып тұр ма не? Рахмет! Қол соғайық! Міне. Ойна күл туған, қызадыған, күліп күш